Шаңғышы қыз-жігіттеріміз Алматыдағы бүкіл әлемдік қысқы универсиаданың күміс жүлдегері атанды. Алдымен әйелдер арасындағы эстафеталық сайыста Анна Шевченко, Ольга Мандрейка және Ирина Быкова үштігі жарыс жолына шығып, ел қоржынына кезекті күміс медальді салды. Жалпы Алатау кешеніндегі шаңғышылар сайысы Ресей мен Қазақстан арасындағы бәсекеге айналды. Бүгінгі эстафеталық сында да алтын мен күмісті орыс пен қазақ спортшылары өзара бөлісті. Эстафетаның қола медалі Франция қыздарына бұйырды. Елдер арасындағы 7,5 шақырымдық эстафеталық сында еліміздің атынан Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин және Олжас Клеймен төрттігі сынға түсті. Ресеймен арадағы тартыс көмбеден шыққан сәтте басталды. Соңғы шешуші кезеңде Олжас Клеймен мен орыс спортшысы Дмитрий Ростовцев универсиаданың 6 медалін сарапқа салды. Нәтижесінде ресейлік шаңғышы мәреге санаулы метр қалғанда Олжасты сан соқтырды. Қазақстан эстафеталық құрамасы қысқы универсиаданың күміс жүлдегері атанса, орыстар осы сындағы екінші бас жүлделерін еншіледі. Қола чехиялық шаңғышыларға бұйырды. Ресейдің екінші құрамы да мықты. Медальға талас өте тартысқа толы болды. Жігіттердің бәрі де қолдан келгенше тырысып бақты. Орыстарда қателік жібермей, соңына дейін алысты. Сондықтан соңғы метрге дейін жан алып, жан берістік. Бүгін сондай-ақ шорт-трек шеберлерде бір күміс, бір қола медальға қол созды. Әлем кубок кезеңдерінің жеңімпазы Абзал Әжғалиев 500 метрлікте оңтүстік кореялық спортшыға есе жіберіп, қысқы универсиаданың күміс жүлдегері атанса, Денис Никиша үздік үштіктен көрінді. Қыздар арасындағы сында жерлестеріміз өкінішке орай финалға шыға алған жоқ.